Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Так, бүгін тауықтарды бөліп қойғаныма екінші күн. Бізде осындай аз-маз көрсеткіштер бар. Осылай бісміллә деп жұмыртқалап бастады тауықтар. Бұларға мен ешқандай комбикорм, ештеңе беріп жатқан жоқпын. Пока осылай профилактика болып жатыр, суға қосып. Бір-екі витаминдар беріп жатырмын. Бірақ скоро комбикорм бәрін қосып беретін боламын. Ол кезде уже жұмыртқа туу көрсеткіші күшті болатын болады. Сосын комментарияға бір-екі кісі жазыпты, менде мына ұстап тұрған қораң тар деп. Тарына тар, бірақ енді кішкене жұмыртқаға үйреткенше мына жас тауықтарды осының ішінде тұратын болады. Өйткені жұмыртқаға кіргенше осылай ұстай тұрмасам, басқа вариант жоқ. Кішкене жұмыртқалап, жұмыртқа туу көрсеткіш кішкене көтерілгесін. Мына жерден бір есік істеймін. Осының ішінде бәрін айналып жүретін болады. Ан жақтағы лишний қораздар бар. Сосын майдалау балапандар бар. Енді мекендеріне тиіспеймін ғой, қораздарын бәрін алып тастаймын. Сосын бәрі араласып жүре беретін болады осының ішінде. Мына қора тарына тар ғой енді, бірақ амал жоқ енді. Басқа қора жоқ, биыл қора салам деген. Оған үлгерген жоқпын. Сол себептен осылай барымен базар амалдаймын. Бүгін жұмысқа барып келген бетте кіріп қарасам, уже жұмыртқалап бастапты. Осылай көбейеді деген ойдамыз. Алла жазса. Мына қоразды алып тастау керек болып тұр үшін. Жас үлкендеу ғой мына жердегі. Ана жас қораздарға тыныштық бермейді. Тиісіп жатыр. Енді байқалатын шұқиды екен. Қазір мына жерде светін өшіріп, ана жаққа көшіріп тастаймын. В общем, мына қоразды алып тастаймын. Жалпы жаңалық осындай. Өзім келіп қуанып қалдым. Жұмыртқаларды көріп. Уже бір-екі күн дегенде тыныштықта өздерімен өздері болғасын, бұлар уже жұмыртқалап бастады мен ойымша. Өйткені алдында жұмыртқаламай жүрген себебі ол мына жақта қанша қораз болды, майда балапандар бар. Тыныштық болған жоқ қой былай айтқанда тауықтарға. Сол себептен осылай бөлген тұғын уже результат көрсетіп жатыр. Енді мына лампочканың орнына или лампочка тұрады, мынау төмендеу жағына мына жақтарға бір не істейтін шығармын, жылытатын, орнататын шығармын. Мынаның іші жылыса вообще күшті болады. Енді былтыр қыста тауықтардың бәрі осында шықты ғой. Бірақ былтыр менде ондай көп тауық болған жоқ. Бұл жерде так примерно бір 16-17 тауықтай ұстадым. Енді биыл тауық көбейді, сол себептен арғы бет, бергі беті бар үшін бәрін қосып реттеп жылытып осылай ұстайтын боламыз. Негізгі жылы қора осы жер болады ғой по-любому. Жұмыртқалайтын жерде осы жерге істеймін бәрін. Жұмыртқалайды, сосын ары қарай айналып қыдырғысы келетіндер осы жаққа қарай шығады. Жалпы сондай. Келесіде кездескенше аман сау болыңыздар. Тоже комментарий жазып, каналға тіркеліп, лайк басып, ақылдарыңызды айтып отырыңыздар. Сау болыңыздар.